Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Менің ас үй арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі болып саналатын қарын бүрме тағамын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Өте жұмсақ, балғын, дәмді болып шығатын бұл тағам түрін міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Дәл осы тағамды кей жерлерде бұжы деп атаса, басқа аймақтарда қазақтың ұлттық тағамы қарын бүрме деп те атайды. Ендеше бісміллә деп қарын бүрме тағамын жасауға кірісейік. Бізге ең алдымен үлкен көлемде турап алған ет, сүрленген құйрық майы, картоп, болгар бұрышы, сәбіз, пияз және де дәм беру үшін чеснок қажет болады. Осылай алдымен картоптарымызды теңде 2 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Одан кейін болгар бұрышынды да өз қалауларыңызша ірі көлемде оны да турап аламыз. Дәл осы ретпен пиязымызды да ұзынша көлемде және де дәм беру үшін чесногымызды да майдалап оны да турап аламыз. Құрамындағы көкөністер біздің қарын бүрме тағамына өте керемет дәм беретін болады. Ендігі кезекте сәбізімізді де өз қалауларыңызша ірі көлемде турап алсаңыздар болады. Міне, мен осылай домалақ күйде барлығын біркелкі етіп турап алдым. Жасап жатқан тағамымызға ерекше дәм беру үшін осылай сүрленген құйрық майын қосып жіберсеңіздер тіптен керемет болады. Енді турап алған етімізді, сәбізімізді және де болгар бұрышын, сонымен қатар алдын ала турап алған картопымызды, оның үстіне құйрық майымызды салып, дәл осы ретпен пиязымызды және де чесногымызды қалауыңызша тұзымызбен бұрышымызды және де паприкамызды салып, осылай қолымыздың көмегімен ешқандай күш салмай, осылай жақсылап араластырып аламыз. Аты айтып тұрғандай, келесі кезекте бізге қарын қажет болады. Мендегі қойдың қарны, осылай жуып тазалап алған қарнымыздың ішіне алдын ала дайындап алған көкөністерімізді, сонымен қатар етімізді салып шығамыз. Дәл осы қарынның ішін толтырмай, шамалы бостау орын қалдыруға тырысыңыздар. Себебі суға салғанда біздің қарнымыз жиырылып тартылатын болады. Міне барлығын салып алғаннан кейін осылай ине жібіміздің көмегімен ашық жерін бітеп жақсылап тігіп аламыз. Дәл осы рецептің толық құрамын төменде жазып қалдыратын боламын. Сол жерге кіріп, мөлшері бойынша сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Міне, ендігі кезекте қазанымызға суымызды құйып, оның үстіне қарнымызды салып, осылай қайнаған уақытта көбігінен тазартып аламыз. Көбігін алып тастағаннан кейін дәміне қарай шамалы тұз сепсеңіздер де болады. Міне, біздің қарын бүрме тағамымыз дайын болды. Мен 2 сағат көлемінде пісіріп алдым. Міндетті түрде 2 бетін аудара отырып пісірген жөн. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді де қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Сонымен қатар поделиться батырмасында басып, жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыз. Менің әрбір видеомды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісінде баса кетіңіз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.